Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Бүгін сізге Каспий теңізінен жаңадан ауланған судак балығын қуырып көрсетемін. Тамашалаңыздар. Міне қандай балық түсті қараңдаршы. Өте әдемі, семіз судак, Каспий судагы. Дәмі де өте керемет. Міне енді үйге алып келдік, тазалап қойдық, басын кесіп тастадық. Енді бөлшектеп асықпай турап аламыз. Негізінде аулап келген балықты морозильникке салмай, свежелай қуырып жеп алсаңыз, дәмі өте дәмді болады. Немесе сол аулаған бойдан сол көлдің басынан қуырып жесеңіз, немесе бұқа қылып пісіріп жесеңіз, оның дәмі өте дәмді болады ағайын. Жалпы Ақтауда Каспий теңізінен судак балығын апрель айынан бастап аулап бастайды. Содан кейін ол күзге дейін ауланады. Күздің кездерінде судак балығын теңізден табу өте қиын, себебі олар судың температурасына қарай тереңге қарата жүзіп кетеді. Бәрекелді, міне құйрығына дейін турап бітірдік. Енді келесі специяларын, тұздарын салып араластырамыз. Тұз, бұрыш, специяларын салғаннан кейін жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін достар, жұмыртқа салып араластырамыз. Одан кейін ұн салып, ұнға батырып араластырып аламыз да жайлап қуырып бастаймыз. Ал енді достар, қуыру процесін тамашалайық. Жалпы балықты қып-қызыл қылып қуырған жақсы, ол үшін тоқ пешіңізде өте мықты болғаны жақсы. Балықты пиязбен жегенді жақсы көрем. Сол үшін әдемілеп дөңгелектетіп турап алдым. Міне балығымыз да пісіп қалды. Енді оны тарелкаға салып, шұғамызды салып, дәмін көреміз. Тамашалағандарыңызға рахмет. Каспий судак балығын міндетті түрде жеп көруіңізге ұсынамын. Ас болсын.